Ай, бәрекелді ағайындар, бір қарағанда қыз болып, бір қарағанда құс болып, жібізілген таспының моншақтарындай болған аякөздің сұлуларына бір қол соғып қойыңыздар ағайын. Бәрекелді, кеш жарық ханымдар мен мырзалар, жақсылар мен жайсаңдар, беткейі берекеге, өлгесі өнегеге толы қазақ даласы жақсылықты жар салудан шалыққан емес, кризистің кісіден қорыққан емес, тату елдің түтіні түзушар деп, татулықтың тұлпарын артқан емес, тұлпараттың тағасын қаққан білер, алтын күміс бағасын сатқан білер, қуаныш пен қайғыда қатар жүріп, жақсағайын бір-бірін мақтап жүрер дейді дана халқымыз. Осындай орталы қуанышта қасыңнан табылған ағайынға алғыс айтылмаса тағырайып табылмас. Олай болса баршаларыңызға бүгінгі кереметтей тойымызға қош келіпсіздер десек, шапалақ шаршау басады, шабыт шақырады, мәртебеңді асырады деген. Олай болса бүгінгі кеш қонақтарының тұғыртасы мықты болсын деп, бүгінгі той иелерінің тойы құтты болсын деп, бір қол соғып қойыңыздар ағайын. Ай, бәрекелді, тәттілігі жаңғақтың дәнегінен байқалар, ықыласы жақсының сәлемінен байқалар деген ағайын. Анасы барлық сөздің сәлем беді, амандасу әртүрлі әр елдегі. Мысалы ағылшындар hello десе, орыстар здравствуйте деп мәнерледі. Қытайлар немқұрайлы нихау десе, әнәсі дейді оңтүстік корейлері, үнділер намасты деп айтады екен, үйретті ғой сериалдың көбейгені. Ал мұсылман баласы амандасса, жаратқанның нұрына бөлен деді. Ассалаума ағалейкум деген сөзі, Алланың нұры жаусын дегендері. Алланың нұры жаусын баршаңызға, осындағы нар қазақтың өрендері. Бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Осы тойдағы красавчик ерлерменен, сол ерлердің красавица әйелдері деп бір қол соғып қойыңыздар ағайын. Ай, бәрекелді ағайындар, бүгін мінекей баршаларыңыз бір қолдың саласындай болып, бір атаның баласындай болып, шаңырағы аталы, дастарханы баталы, қуатты күйлі, оңтүстік өңіріне сыйлы болған, Найман Бесбала руынан тараған Әбу Бәкіровтердің әулетіндегі, яғни өткірдей ағамызбенен Лаладай анамыздың отының басындағы, ошағының қасындағы ұлан асыр тойға қош келіпсіздер дейміз ағайындар. Әрине бұл тойға себеп баршаңызды осындай қуанышқа бөліп, өткірдей әкенің кіндігінен тараған, Лаладай ананың құрсағынан жараған, ел сүйсініп қараған, айналайын баладан десек, дәуренді ұлдарыңыз тайдан тұлпар, балапаннан сұңқар шығып, табиғаттың өмірдің заңы менен үй ішінен үй тігіп жатыр екен ағайын. Қазақта дем сөз бар, 90 тойдың тобықтай түйіні үйлену деген. Әрине ол сүннет, үй болу міндет, үй болған жастарды құттықтау құрмет. Ал осылай ұлан-асыр той жасап жүрмек, еш жердің заңына жазылмаған қазақи дүрмек деген ағайын. Олай болса дүрмегіміз дүбірлі, жастардың тіккен шаңырағы тұғырлы болсын десеңіздер, пейілдеріңізді асыл етіп, пенделік кеуйларды басып өтіп, махаббатты жастардың құрмет үшін шапалақты тағырайық шашу етіп ағайын. Бәрекелді ағайын, енді мен мынау әдептен озбай, алтындай уақытымызды көпке созбайын. Бүгінгі мынау нағыз тойдың иелерін шақырмасақ, тамағымыздан дәм жүрмейтін секілді, бүгінгі тойымызға сән кірмейтін секілді ағайындар. Осындағы дәурен ұлдарыңыз маған айтты, құрметті көпшілік. Айналайын асабаға, қазір сіз мені шақырғанда, тойыма жиналған 300 адам орнынан тік тұрмаса, шапалағын ұрмаса, әуре болмасын, мен кірмеймін деді ағайын. Сол себептен баршамыз әрине құрмет үшін орнымыздан тік тұрайық, жақсылап шапалағымыз тұрайық. Олай болса сабыр деп, сабырымыз болмаса, бағымызды танырмек. Мынау сенің елің деп, мынау сенің жерің деп, шақырайын ендеше жастар жағын қадірлеп. Өмірлері гүл-көктем, өмірлері ұштасатын нұрлықпен, уақытына замананың өн қосып, бақытына шын жеткен біз жастарды шақырайық ендеше, қол соғып зор құрметпен ағайын. Баршамыз орнымыздан тұрайық шыған жақсылап. Ай, бәрекелді, айналайын дәуренжан, енді мынау біздің оңтүстік өңіріне елбасымыз келіп жатса, оң қолын көтеріп барша халықпен амандасады. Сол елбасы секілді бір жақсылап халықпен қолын көтеріп бір амандасып аш. Оң қолын көтеріп, халыққа қарап оң қолын көтеріп,
Қолыңды бұлғаса еліңе жұртыңа. Рахмет. Чодырға жігіт әйелінен қорқыдау негізі ер жігіт бір адым алға шықпамын сатынай жақсылап бір адым алға шығып неге өзі бөлген тек дәулеттен шыққаныңды көрсетіп ассалаумағалейкум деп оңдаспай. Ай бәрекелді уағалейкум ассалам десеңіздер шапалақтарыңыз бір шашу қылып қойыңыздар. Олай болса құрметті көпшілік, жақсылардың жақсыға бұйырғаны әдемі, ақ негенің адал боп қиылғаны әдемі, ақ шақардай келіннің киінгені әдемі, басы жерге жеткенше иілген әдем деген. Олай болса келінжан, елің отыр жиылып, жүзінен нұр құйылып, көпшілікке сәлем бер. Алдыменен иіліп деп мінекей үш қанатқа жақсылап үш сәлем салып қой, бір қадым алға шығып Құдай қаласа мінекей жақсылап той құтты болсын деп құрмет қошемет жасап қойыңыздар. Несіне көп соза берем астарлап, мерейлерім өзі берсін аспандап, ата-ананың ағы үміті едіңдер тұрған шығар сол көздерден жас парлап. Сенің тойым менің тойым дей көрме, бүгін міне елдің тойы басталмақ. Махаббаттың маздап жанса шырағы, білесің бе бұдан асқан бақ жоқ қой дәурен жан. Құдай қаласа мінекей бағыңды тауып жатсың, бақтыңды тауып жатсың. Қазақтың ойшылдары айтқан екен, ерін сыйлаған әйел кемеңгер, сыйлата білген еркек данышпан деп. Құдай қаласа бірін кемеңгер, бірін данышпан болып осындай өмірде кереметте ел мақтанатын және болуларына мен тілектеспін. Әрине той құтты болсын, бақытты болыңыздар. Олай болса сенімдерің тұғырдан таймасын деп, көңілдерің көктемдей жайнасын деп, шаңыраққа береке келіп қонсын деп, періштелер сендерге серік болсын деп, дүбірлі дүрмекпенен екі жасты қошемет құрметпенен ағайын ағайындыларына тойларына шығарып салайық. Той құтты болсын. Қазақта дем сөз бар қанатты, бастаушысы жақсы көш, бақытынан айнымас деген. Кішілік әдептің арқанын үзбей, әрқашанда үлкендерімізге құрметімізбен ұнаған жұртпыз әлеумет. Осы кеште даналығы аймаққа мәшһүр болған, кішілерге хат болған, тақсыр болған, сеніміне серттері қазық болған, ақылы ағайын қазық болған, ғұмыр жасы 90-нан аспаса да 91-гі тұғырда тозып қалған даналарымыз бар, ағаларымыз бар, аналарымыз бар, яғни осы әулеттің үлкендері бар ағайындар. Олай болса бүгінгі кереметті тойымыздың бет-пердесін ысырып, томағасын түсіріп берсін деген бегінетпенен сол әулет үлкендердің тойының төріне, асабаның алаңына шақырып, бүгінгі тойымызды салтанатты түрде ашып алғанды жөн санадым ағайын. Олай болса осындағы Зайыр көкеміз бастаған, Асан көкеміз, Дилбуз апаларымыз той төріне келіңіздер, жастарға тамаша бата тілек айтып беріңіздер.